ойлаш. Әр адамның бұл өмірде өзінің орны бар деп саналады. Әрқайсымыздың өзіміздің өмірде ойымыз бар, пікіріміз бар. Бізде не дейді? Көбінесе бала кезден естіп келе жатқанымыз. Білімде фундаментіңді, іргетасыңды дұрыста деп айтады. Бұл мысал тек білім саласында емес, бүкіл салада да айтсақ болады. Өмірдің өз қалпына алатын болсақ та айтуға болады. Ойланып қарасақ, мысалы, үйдің іші өзіміздің жан дүниеміз, сырты өзіміздің сыртқы қалпымыз. Бір үйлердің сырты бүтін, іші түтін болуы мүмкін. Қазақ атамыз қателесіп айтпаған. Мысалы, біреулер жақсы көрінуі мүмкін, үйдің сырты секілді, іші әлі жұбатуы мүмкін. Ал біреулерде жаңа ремонт болып жатыр, жаңарып жатыр. Бізде развитие солай айтсақ болады. Бізде ең бастысы не істеуіміз керек? Жер таңдауымыз керек. Сол үшін мысалы айтайық. Жер таңдау, біз мысалы ортамызда айтсақ болады, жер таңдау деп жақсы ортамен араласуға тырысамыз. Жақсы жер, жақсы сосед таңдау секілді сонымен салыстырсақ болады. Одан кейін біз не істейміз? Іргетасымызды, топырақты дұрыстап іргетасымызды қалаймыз. Іргетасымыз дегеніміз әртүрлі алсақ болады. Мысалы, тәрбиеміз, адамгершілігіміз. Ең бастысы бізге адамгершілік. Адамгершілік ең үлкен керек нәрсе, ол іргетас деп те алсақ болады. Немесе сол жаңағы ауланды алсақ болады. Адамға ең маңыздысы адамгершілік. Содан кейін иман деп ойлаймын. Неге? Себебі бізде әртүрлі діндегі адамдар бар. Мысалы, мұсылман дініндегі адамдар да бар, бірақ олар қате тірліктер жасап жатыр. Адамгершіліктен асып жатыр. Басқа діндегі адамдар бар. Олар адамгершілігін сақтап, мысалы, көмектесіп жатыр басқа жұрттарға. Өзінің садақасын енді көмекке беріп жатыр деп айтсақ болады. Одан кейін бізде стена бұл үйіміздің несі. Одан кейінгі өзімізге керек қасиеттерімізді айтсақ болады. Тәрбиені айтсақ болады. Білімді айтсақ болады. Еңбегімізді айтсақ болады. Ол шаты соның бәрін қосып тұрады. Оның барлығы жұмылып бізді тұлға ретінде қалыптастырады. Одан кейін сол үйдің іші өзіміздің ішкі жан дүниеміз, ойлауымыз. Мысалы, үйдің сырттары ЖК-ларды айтсақ, мысалы, көп домдарды айтсақ, бір-біріне ұқсас келеді. Ал іштері әртүрлі болады. Сол секілді адамның жан дүниесі де әртүрлі. Сосын бір үйлерде жертөле дегенде ұғым бар. Білмеймін, көбісінде бар ма жоқ па. Жертөле деген ол үлкен бір тамыр секілді. Скалаттың қазақшасы айтсақ болады, заттарды сақтаймыз. Өте үлкен көлемде. Ал үйдің стенасын айтсақ, ол жұртқа көрінетін неміз, өзімізді басқалардан қорғайтын біреудің, мысалы, сізді біреу жамандаса, сіз одан өзіңізді қорғайтын, өзіңіздің тұлға ретінде қалыптасуыңызды айтсақ болады.
шарбак деп. Шарбак, стена, забор, дарбаза деп. Дарбаза, какпа, ар жакта ар калай айтады. Стенаны жаңа кабырганы не деп, дуал деп те айтат биз жакта. Ар түрлүү. Ал бизде жаңа какпа, дарбаза дегенimiz биздин адамды каршы алуубуз, адамга деген немиз, пейилимизди айтсак болот. Мисалы бир сөздүн өзү жакшы әсер этет экен. Мен мисалы казирги убакытта кошташып атканда аман бол, ар сөздүн аркасында аман бол дегенди колдонам. Колдонууга тырышып жүрмүн, ягни. Сосын казирги убакытта байкасаңыздар, родной деген сөздү көп айтат. Неге родной деген сөздүн ордуна бауырым деген сөздү неге калыпташтырмаска? Немесе досум деген сөздү. Калай ойлойсуздар? Мен әйтеуір бауырым деп айтууга тырышам. Бауырым деп айтсам болот, досум деп айтсам болот. Сондай деп калыпташтырам. Брат дегеннин ордуна, братан дегеннин ордуна неге казакча сөздөр колдонбаска деп ойлоймун. Так. Менин өзү пикирим бүгүнкү осы. Жакшы, сау болуңуздар. Өздөрүңүздүн пикирлериңизди жазып кетиңиздер. Көп адамга кызык болот деп те ойламайм. Жай карапайым пикирим. Аман болуңуздар. Бул 7 минуттук өзүмдүн пикирим.